Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» атты шығармасынан үзінді оқып беремін. Майлыкент болысы мәңгі өзгерместей көрінетін, бірақ мәңгілік еш нәрсе жоқ екен. Тіпті Дауылбайдың өзі болыстықтан түскен соң еш нәрсеге дауа жоқ. Бірақ Дауылбайдың қолынан мөрді оның немере інісі Қорабек алды. Бұл енді совет болысы Қорабек жөндемдеу орта шаруа, шірген бай емес, кедей табына бір табан жақын деген саясат. Қорабек болыс болғанынан елдің жолы болған жоқ. Аштық деген көз ішін тартып ысқырып тұр еді. Аштықтың салдарынан жамағат арасында әр алуан індет іргеден сығалай бастады. Сол қасіреттің ең бір қаһарлысына баяғы Молдабектің оразбағы ұшырады. Рысқұл ағасы Сібірге сүргін салысымен-ақ Молдабектің жолы шатты-бұтты болып, шаңырағы шайқалған шағы. Шатасып туған жеңгесі Ізбайшаға қосылды. Кейін Ізбайша ұшты-күйлі зым-зия кетті. Молдабек өз масқарасын өзі көтере алмай құсалықтан өлді. Балапан басымен, тұрымтай тұсымен деген заманда оның өлімі жыртыссыз, жыралғысыз, жылаусыз, тым елеусіз өлім болды. Ал енді Молдабектің оразбағы Рысқұлдың тұрары мен түйдей жасты 20-ның 5-еуіне енді шығып еді ғой. Самал түсіп, мұрны сәңкиіп қалды да, құрым киіз төселген құжырадан шыға алмай, қартайған шешенің мойнында масыл болып отырған. Қайран қайнаға болса, таудан аю атып әкеліп, өтін алып беріп, Самалдың жазылып кетер еді. Қайтесің сорыңа қарай, Рысқұл жоқ деп шешесі қай-қайдағыны қоздырады. Рысқұлды аңсап айта беретіні ол болса, Молдабектің Ізбайшаны алып адаспас еді дегенде дерттің күйік лебін шығарып алғандағысы. Әрі ауру айналдырған, әрі ашыққан оразбақ үйшігінен шықпай, дүниенің жүзін көрмей, тірі қалуға әрекет те етпей, өлсем өлейін деп, сонау соңғы сапарға бет түзеп, іргеге қарап бүк түсіп жатқан кезі еді. Сондай сорлы күндердің бірінде шабарман келіп, «Оразбақ, болыс шақырып жатыр, бол жылдам» деді. Болыс шақыртқаннан су жүрек болып қалған анасы, «Оразбақ науқас қой, не қыласыңдар әурелеп, баяғы Рысқұл қайнағаның шатағыма тағы да» деп без-без етті. Шабарман шатынай түсіп, «Мен білмеймін, алып кел» деді. «Алып барам, оразбақсыз кетпеймін». Жасаған жар бола көр. Шешесі байғұс баласының үстіне барын кигізіп, үсті-басын қағып, қағаздай тазалап, Майлыкент болысының ордасына кетіп бара жатқан баласының соңынан көзі талғанша қарап тұрып қалып еді. Кемпір артына бұрылса, топан судан кейінгі індерінен сүйретіліп шыққан сал суырдай болып, үйлердің іргесінде Ахат шал, Қалтырауық өсіп, Шыныбек, дәу омарлар тұр екен. «Уа келін, оразбақты қайда алып кетті?» деп сырылдады Ахат, қызыл жиек көзін ілмиген саусақтарымен көлегейлеп тұрып. «Болыс шақырады дейді, қорқып тұрмын». «Қорықпа келін, тұрар бар ғой. Дарияның ар жағында бір сиыр 5 тиын дейді, құрысын әкелуі иттен қиын дейді. Сол
сен сина беретін тұрарыңнан мына бізге не пайда, не жақсылық көрдік? Баяғыда ырғайдай мойныңа салып көтеріп жүруші едің сол тұрарды. Енді ахат тірі ме, өлі ме деп те сұрамайды, деп табалады дәу Омар. Жазған Омар, сен сөйтесің, деп күрсінді ахат. Қайдан білейін, ел билеген оңай емес, сәті түспей жүрген шығар. Тұрар Түркістанды билеп тұр ғой, деп ахат үйіне кіріп кетті. Дәл соның алдында Шымкенттен келген уездің совдептің өкілі Қорабек болыспен салқын сәлемдесіп, болар болмастан бірден мұнда Рысқұловтың ең жақын туысы кім? деп сұрақты төтесінен қойды. Қорабек ары ойланып, бері ойлап, есіне жөнді ешкімді түсіре алмады. Сүрер ме еді? Рысқұловтың туыстарын түстеуден гөрі олардың мына уәкілге неге керек болғанын көбірек ойлап, көңілі алаң, ойы шала шықты. Рысқұл әулеті деген Дауылбай әулеті үшін кісі орнына жүре бермейтін, сондықтан кім бар, кім жоқ деп те мән беріп жатқан еді. Кім жақын екенін ақыры ескі болыс Дауылбай еске әрең-мәрең түсірді. Кім бар Рысқұл әулетінен, деп кергіді Дауылбай шал. Тозған әулет қой әйтеуір, әруақ құдайдың қарғысына ұшыраған дей ме байқұстар. Анау әлгі тұрар дегені бір жерде нәшәндік дей ме? Бір жерде нәшәндік емес, Түркцик председателінің орынбасары, Мусбюроның председателі, крайком президиумының мүшесі. Бұл аз ба сізге? Деп уездік совдептің өкілі ескі болысты біраз езгілеп алды. Онан да ең жақыны кім? Тезірек соны айтыңыз. Ескі болыс Тұрардың кім екенін әрине біледі. Қарадан шығып хан бола бередек екен-ау, тоба, дейтін ол оңашада ой тербелісінде. Бұл каторжінің баласы қайда жүріп, қатарға қосылып бас болуға жарап қалды? Ескі болыс өзіне өзі өте қиын сұрақ қояды. Жегенге тоқ, ішкенге мәз болып жүре бергенше, кезінде балаларымды бекер оқытпаған екем деп те опық жеді. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп, деп еді-ау атам қазақ. Өзім шығынға шығып отырып алғанша, жан-жағымды биіктетпеген екем, қысылғанда ықтасын болатын. Ескі болыс осылай күйзеледі. Ал қазір совдеп өкілі алқымынан алғанда қорланса да бір нәрсеге қуанды, табалай қуанды. Түркістанның тұтқасын ұстап тұрған Тұрар Рысқұловтың да ауыз толтырып айтар туған туысы жоқ екен. Әрине, Дауылбай әр нәрсені өз шамасымен өлшеп пішеді. Әйтпесе, Тұрарда туысқан көп екенін, исі қазақ қана емес, көптеген өзге халықтар да туысқан екенін пайымдар еді ғой. Ескі болыс уәкілдің екпінінен еңсесі басылып, кіржиіп отырып, әлгі Молдабектің баласы Оразбақ деген бар, ең жақыны сол. Былай, шырағым, Рысқұл мен Молдабек бір туған. Молдабектің баласы Оразбақ, одан жақыны жоқ, деп еді. Совдептің өкілі, шақырт онда сол Оразбақты, деп бұйырған. Қорабек болысқа,
осы Майлыкент болысының бас көтерер азаматын, ақсақалдарын түгел шақырт. Мұның бәрі ескі болысқа да, жаңа болыс Қорабекке де жұмбақ көрінсе де, уездің уәкілі пәрмен беріп тұрған соң, амал жоқ ауылнай шабармандарын атқа қондырып жан-жаққа шаптырды. Уәкіл болыстың шақырған шайына бармай, бау-бақшаның ішінде, жаңғақ ағашының түбінде, текеметтің үстіне теріс қарап жатты да, жұрт жиналғанша ұйқыға кетті. Ұйықтар алдында тапаншасын белінен шешіп алып, жастығының астына тықты. Түгіне түсінбеген Күмісбастау күбір-күбір күңкілдесуден аса алмаған. Датқалық пен болыстықтың тағы құламаған Күмісбастау ұлықтардың неше алуанын көрген, бірақ мына уәкілдей қырсығын көріп білген емес. Кеңес өкіметі орнағалы 2 жылға айналып барады, еш белсенді мұндай тұлданып көрген жоқ. Сақтықта қорлық жоқ деп ескі болыс жаңа болысқа сыбырлап, Шымкентке кісі шаптыр, совдептің председателіне адам жібер. Мына уәкіл соның пәрменімен келіп жатыр ма, әлде өзінше бопсалап жүрген жәдігөй ме, деді. Бұл уәкіл өз бетінше келіп жатқан жоқ, деді Қорабек созалаңдата күрсініп. Совдепте істейтіні рас, және екі милиция ерткеніне қарағанда уәкіл екеніне шүбә жоқ. Неде болса көріп алайық. Көпе-көрнеу қылмысымыз жоқ. Аққа Құдай жақ. Рысқұловтың туысқандарын сұрастырудың не сыры бар? Әлде соның жақынын болыс қоймақ па? Сонда оразбақты ма? Оған халық көне ме? Ескі болыстың аузына оразбақ түскені қандай оңды болған. Ол бейшара білімсіз екені өз алдына, бет пішінен де кем ғой. Ертең Рысқұловтың өзі күлкі болады ғой. Ескі болыс пен жаңа болыс өздерін осылайша жұбатып, Әліптің артын бақты. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып, пікір жаза кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.